Жалпы кез келген проект болсын, кез келген цикл өзінің эпохасының соңғы күндеріне жақындағанда жұмысын бәсеңдетіп жиілігін азайтады. Дәл солай біздің арнамызда өзінің өмірінің осы кезеңіне жақындаған сияқты. Әрине нақтысы уақыттың еншісінде, дегенмен олай болуы да ғажап емес. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Жоғалса да оралып қайта келетін Жандос Абылайхан араға 1,5 ай салып бейнеролик шығаруды шешті. Комментарийге жазған жылы-жылы сөздеріңізбен бізді іздеп кері байланыста болғандарыңыз үшін шексіз алғыс айтып, жиналып қалған Чемпиондар Лигасының жаңалықтарын дәл осы бейнероликте талқылап көрмекпіз. Олай болса арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Өте тартысты дуэльдерге толы Чемпиондар Лигасының 4-тік финалының матчтары шынымен де өте көп эмоция сыйлады. Осы ширек финалда командалар бізге нағыз сенсациялар, ғажайып камбэктер, нағыз айқас пен күрестің көкесін көрсетті. Ең алдымен Ливерпуль Бенфика матчынан бастасақ, ағылшындар әуел бастан фавориттердің бірі болса да, португалдықтардан осыншама қысым күтпеген тәрізді. Юрген Клоптың барлық ойыншылары қатарда болып, өткен жылғыдай кадрлық катастрофа болмаса да, команда көбінесе қорғаныста өте көп шешілмеген мәселелер барын көрсетті. Бұл Ситиге қарсы матчеде, Бенфикаға қарсы алды күнгі матчеде, тіпті алғашқы Португалиядағы матчеде көзге түсті. Бұған бәлкім мерсисайдықтардан жойқан график әсер етті ме, кім білер, дегенмен олардың қорғанысы өте шаршаң қары сенімсіз көрінеді. Шабуылда Ливерпуль әдетінше өте өткір болса да, қос ойында толығымен Бенфиканың бақылауымен өтті. Верисимо қалай дайындалып келмесе де, португалдықтар қалай тырыспаса да, нақты нәтижеде жоғары класс пен деңгей өзінікін алды. Ал жиналған жанкүйерлерден көбірек болған офсайдтар ойынның барлық темпін құртып отырды. Әйтпесе кім білер, өте күмәнді болған 1-2 офсайд есептелмегенде ғажайып камбэк іске асар ма еді. Болмай қалған камбэк орын алған кезекті матч тіптен өте тартысты болды. Алғашқы матчте барлығын Бензиманың хэт-тригі шешіп кетсе де, нәтиже тек оның арқасында болды деуге келмес. Центрді басқарып ойынды жүргізген Модрич, қорғаныста тасқа мал болған Алаба мен Милитау және шабуылды үдеткен Вини мен Родриго өте көп тер төкті. Нәтижесінде алғашқы ойындағы басымдылық Реалға сенімділік берсе де, тақымды тек соңғы 40-тан кейін ғана босату керектігін естеріне салмады. Басқа камбэктердің ісі басқа. Дегенмен 2018 жылғы Ювентустың болмай қалған камбэгі осы тұста оларға сабақ болуы тиіс еді. Ол кезде Реалда Роналду құтқарса, бұл жылы Анчелоттидің өте дұрыс қабылдаған ауысымда раман сақтады. Ең мықты қорғаны сол шабуыл дегенде Реал шабуылдап нәтижесін еселеудің орнына өз алаңында тики-таканы ойнатып біраз жанкүйердің зәресін алды. Ақыры соның кесірінен ойыны жүрмеген Кросс пен Менди қателесіп, Челси нәтижені теңестіре білді. Ойын аяқталуына небәрі 10 минут қалғанда Анчелотти өте дұрыс екі ауысымды іске асырып, акцентті шабуылға аударды. Бұл шешім нәтижесін берсе де, меніңше бұл ауысымдарды сәл ертерек іске асыруға да болатын еді. Ал Кантені қапталға қойып, испандықтарды шатастырамын деген Тухелдің жоспары нәтиже түгіл нәтиженің иісінде сездіртпеді. Себебі Карлода дәл солай екі тірек қорғаушыны шығарып, біреуін ортаға ал екіншісін қапталға қойды. Нәтижесінде Кантені екі матчте де ешкім алаңда көрмеді. Мадридтік Атлетикоға қарсы матчтен кейін Пеп Гвардиола, егер біз осылай ойнасақ Реалдан 100% ұтыламыз деген болатын. Оның сөздеріне қосылуға болады. Дегенмен, егер Реалда бұлай босансып, шешімдерді кешіктіріп, қателіктеріне сабақ алмасы, Бензиманың көзіндегі отты, Вини мен Родригоның өткір шабуылдары да нәтижеге әсер етпей қалуы мүмкін. Жалпы Мюнхендік Баварияны әлемдегі ең мықты жалғыз клуб санамайтынымды осыған дейін бірнеше мәрте айтқан едім. Әрине немістер әлемдегі үздік гранттардың бірі, бірақ та ең үздігі емес. Жанкүйерлер Бавария дегенде неліктен ешкімнен ешқашан жеңілмейтін роботты елестететінін мүлде түсінбеймін. Мюнхендіктер өз чемпионаттарының үздігі. Бұған әрине біріншіден клубтың өте сапалы әрі сәтті жұмысы, ал екіншіден Германиядағы қарсыластарының жас таланттары мен жұлдыздарын ұрлау әдісі
өте көп көмегін береді. Еуропада Бавария гранттардан тек қана бірі болғандықтан олар да қателеседі. Вильяреалға қарсы матч бұған айқын дәлел. Ал Еуропа чемпиондары әсіресе Унай Эмери жай ғана бапкер деген ұғымнан әлде қайда жоғары адам екенін көрсетті. Әсіресе кубоктық турнирлердің патшасы екеніне енді көзіміз толық жетті. Ла Лигада 7-ші орында келсе де Еуропа лигасын ұтып, енді міне Чемпиондар лигасында Баварияны ашырып, жартылай финалға өткені бекер емес болар. Қос ойында да Вильяреал ойынды бақылап, немістермен құдды бір Леванты немесе Алавестің ойыншылармен ойнағандай өте сенімді ойын көрсетті. Реал мен Челсидің ойынын көріп жатқанда бір сәтке Бавария не болып жатыр екен деп Қазақстанды қанша рет қоспасақ та, әйтеуір Вильяреал атака жасап жатады. Екінші матчте мюнхендіктер қалай тырыспаса да, олар Эмеридің командасына қарсы ойнап жатқанын ұмытқан болар. Допқа қанша жерде немістер көбірек иеліге етсе де, барлығы испандықтардың бақылауында болды. Келесі матчте енді Ливерпульмен бұндай мега контроль жүзеге асыру оңайға соқпас. Себебі клуб бұндай қарсыластармен қалай ойнау керектігін өте жақсы біледі. Және де Атлетико Ман-Сити ойынына келсек, бұл матчте де түсініксіз эпизодтар өте көп болды. Жалпы Ман-Сити көбінесе шабуылға бет бұратын команда болса, үндістер керісінше автобус қоюды ұнатады. Матчтардың схемасында да испандықтар әдетінше 4-4-2 емес, тіпті 5 қорғаушы 4 жартылай қорғаушымен ойнауды шешті. Ситиге бұл өте тиімсіз болса да, қалалықтар өз мүмкіндіктерін бәрібір таба білді. Ал жауапты матчте ағылшындар тіптен шабуылда қысымды әдейі үдетіп, Атлетико ойыншыларына бірінші кезекте қорғанысты ойлауға мәжбүрлеп отырды. Ал матчтың аяқталуына сәл қалып, Атлетико шабуылға көшкенде Сити тағы бір қулыққа көшті. Десе де төреші бұны біліп 3 минутқа тағы 6 минут қосыды. Үлкен төбелестен кейін Атлетикоға ойынға оралу сәл қиынға соқты. Жартылай финалда қандай қызықтар орын алуы мүмкін? Финалға қай клубтар өтеді? Комментарийге пікірлеріңізді жазып, арнамызға және инста парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бейнероликке лайк басып, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.